Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? 9-шы сынып қазақ тілі сабағы. Әлемдегі қақтығыстар және бейбітшілік бөлімі. Сабағымыздың тақырыбы бейбітшілік және келісім сарайы. Балалар, осы сабақ барысында біз мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастырамыз. Және тапсырмалар орындау барысында аралас құрмалас сөйлемдердің жасалу жолдарын біліп қолданатын боламыз. Ендеше, ой қозғау айдарында берілген суретке назар аударайық. Балалар, елордадағы осы ғимаратты білесіңдер ме? Ол жерде болғандарың бар ма? Ғимараттың атқаратын қызметі туралы пікірлерің мен болжамдарыңды ұсыныңдар. Жақсы балалар. Бейбітшілік және келісім сарайы туралы тереңірек білу үшін бейнежазбаға назар аударайық. Бұл ғимарат Астанадағы ең көрікті нысанның бірі. Идея авторы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ал атақты ұлыбританиялық сәулетші Норман Фостер бұл идеяны жүзеге асырды. Бейбітшілік және келісім сарайы небәрі 13 айда бой көтерді. Алайда арқаның саршыны аязы шұғыл континентальды ауа райы құрылыс барысында біршама қиындық туғызған. Дегенмен Норман Фостердің командасы мұның оңтайлы шешімін тапты. Яғни іргетасын жазда қалады. Ең қызығы пирамида қозғалмалы плиталардың үстінде орнатылған. Сондықтан оның көлемі қысы-жазы 6 сантиметрге өзгеріп тұрады. Бұл ғимараттың тағы бір ерекшелігі ол көлбеу жылжитын лифтілер болып табылады 60 градуспен. Мұндай лифтілерді тек қана біздің сарайымызда ғана емес, сонымен қатар Лас-Вегастың Люксор отелінде және де Эйфель мұнарасында кездеседі. Бірінші қабатта орналасқан опера залы архитектуралық жағынан әлемдік стандарттарға сай келетін бірегей зал. Зал 1302 орынға арналған және де сахнаның техникалық қамтамасыз етілуі ерекше. Күрделі деген қойылымдарды сахналауға мүмкіндік мол. Сахнаның алдыңғы жағында 80 орынға арналған оркестр отыратын жер орналасқан. Екі тәуелсіз платформаның көмегімен қойылым қажеттілігіне қарай көтеріледі және төмен түсіріледі. Осында бізде қысқы бақ, осы баспалдақтар арқылы біз пирамиданың шыңына жететін боламыз. Бесік залы, осы витраждық әйнектер арқылы күн сәулесі опера залына түседі. Қысы жазы бір температура? Иә, бір температура сақталады. Бесікке ұқсайтын залдың тіреулері адам қолын бейнелейді. Ол бейбітшілік пен келісімнің бар әлемнің тыныштығын білдіреді. Бүгін мен бейбітшілік және келісім сарайының экскурсияны тамашаладым. Экскурсия өте жақсы өтті. Жалпы ғимараттың ішкі құрылысымен таныстым. Опера залын тамашаладым. Одан кейінгі 3-ші қабатта орналасқан атриум залы, 8-ші қабатта бесік залымен таныстым. Мұндағы 5 жедел сатының 60 градусқа қозғалатынын айттық. Ал сарайдағы жалғыз тігінен көтерілетін президент лифтісі. Ол 8-ші қабаттан бесік залына дейін көтерілуге қолданылады. Бесік зал деп аталады, ең әдемі зал деп санаймын, өйткені бесік залда әйнектерде бізде көгершіндер бейнеленген. Әйнектерде мен 130 көгершін көрдім, өйткені олар көрсетеді 130 ұлт өкілдерін біздің Қазақстанда тұрып жатқан. Біз бүгін сәулеті ерек, құрылымы бөлек сарайдың басқа ғимараттардан өзгешелігіне тоқталдық. Қарасаң көз сүйсінер нысанның біз айтқан ерекшеліктерін сізде келіп тамашалай аласыз. Еркін Съезұлы, Нұржан Құлтанбай, арнайы Таңшолпан үшін. Жақсы балалар. Бейнежазбадағы негізгі ақпаратты есімізге сақтап бірінші тапсырманы орындаймыз. Балалар, бейнежазбада көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастырыңдар. Үлгі ретінде төмендегі сұрақтарды ұсынамын. Жарайсыңдар балалар, сендер тапсырманы дұрыс орындады деп сенім артамын. Ендеше, екінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, бейнежазбадан алған ақпараттарың негізінде берілген сызбалар бойынша аралас құрмалас сөйлемдер құрастырыңдар. Бағыныңқы, басыңқы сызбасы бойынша төмендегі сөйлемді үлгі ретінде ұсынамын. Ғимарат экстерьері пирамида түрінде болса, баяндаушы
шартты райлы етістіктен болып бағына байланысып тұр. Сарайдың орталық күмбезді залы Нью-Йорк қаласындағы Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің холлы тәріздетіп салынып, көсемше тұлғалы етістік бағына байланысып тұр. Жоғарғы қабатын 130 көгершіні бар үлкен шыны күмбез қоршап тұр. Балалар, тапсырма сендерге қиындық тудырмайды деп сенемін. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Сендер тапсырманы қиналмай орындады деп сенемін. Балалар, сабақты қорытындылай келе, әрбір азамат біздің жеріміздегі бейбітшілік пен келісімнің сақталуына жауапкершілікті сезінуі керек деп ойлаймын. Бұл Қазақстан болашағының кілті. Біздің қазақстандық жол бейбітшілік, келісім мен даму жолы. Дамудың сыры бірлікте, табыстың сыры тірлікте екенін ұмытпайық, балалар. Балалар, бүгінгі сабаққа байланысты ой пікірлеріңді, кері байланыстарыңды SMS әдісі арқылы төмендегі телефон нөміріне жолдасаңдар болады. Сабағымыз аяқталды. Назар аударғандарыңа рахмет.